сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің манипуляциямыздың тақырыбы көк тамырға инъекцияны орындау. Мақсаты көк тамырға ағым екпінімен инъекцияны енгізу. Қолдану көрсетілімдері: дәрігердің тағайындауы. Қарсы көрсетілімдері: дәрі енгізетін терінің немесе тері шел майының зақымдануы, дәрілік затқа аллергиялық реакция және тесетін көк тамырдың қабынуы, флебит. Бізге қажетті заттар: 10 немесе 20 мл залалсыздандырылған шприц, салфетка, лоток, мақта шариктері, тері антисептігі, залалсыздандырылған анатомиялық пинцет, бір реттік қолданылатын залалсыздандырылған қолғап, дәрі ампулалары, валик және жгут және қауіпсіз жоюға арналған контейнерлер. Шараны бастамас бұрын науқасқа процедураның барысы мен мақсатын түсіндіріп, оның келісімін аламыз. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Арман Перизат, сіздің мергеніңіз боламын. Сіздің есіміңіз Бейсен Балжан ба? Біз қазір сізге дәрігердің тағайындауы бойынша көк тамырға инъекция жасайтын боламыз. Сізде аллергиялық реакциялар бар ма? Жоқ. Онда келісіміңізді бересіз бе? Пациенттің келісімін алдық. Енді ем-шарамызды бастаймыз. Ем-шараны бастамас алдын қолымызды 151-ші бұйрық бойынша гигиеналық тұрғыда өңдеп, бір реттік залалсыздандырылған қолғап киеміз. Алдымен дәрілік ампулаларымызды дәрігердің тағайындауы бойынша берілген қағазбен сәйкестендіріп 3 рет тексеріп аламыз. Тексеріп алғаннан кейін дәрінің сыртқы қорабының бүтіндігін, жарамдылық мерзімін тексеріп аламыз. Дәрімізді ашып, ішіндегі дәрілердің сыртқы қорабымен бірдей екендігін 3 рет тексеріп аламыз. Және ампуламыздың сыртының бүтіндігін, жарамдылық мерзімін және мөлдірлігін тексеріп аламыз. Келесі, бір реттік қолданылатын залалсыздандырылған шприціміздің сыртындағы орауының бүтіндігін, жарамдылық мерзімін тексеріп алып, инесін төмен қаратып, поршын жағынан орауын ашамыз және құрастырылмаған жағдайда құрастырып аламыз және шприцтің бүтіндігін және өткізгіштігін тексеріп аламыз. Келесі, ампуладағы дәрілік ерітіндіні тар бөліктен кең бөлікке өткізіп аламыз. Және қолымызға бір мақта шаригін алып, ерітіндіге батырып, үстіден астыға қарай өңдеп аламыз. Және екінші мақта шаригін алып, спирттік ерітіндіге малып, өзімізден кері бағытта сындырып аламыз. Келесі, шприцімізді алып, ампуланы сол қолдың екінші және үшінші саусағының арасына қысып ұстап, дәрілік ерітіндімізді сорып аламыз. Шприцтің қалпақшасын кигізіп, дәрілік ерітіндінің бір тамшысын сыртқа шығарып аламыз. Енді өзімізге қажетті 3 мақта шаригін дайындап аламыз. Және спиртқа малып аламыз. Науқасымыз ыңғайлы қалыпта жатыр. Іш киімі бар жоғын тексеріп аламыз. Іш киімі болмаған жағдайда салфеткамен орап, оның үстіне жгутпен қысып аламыз. Жгутты байлап болғаннан кейін науқасқа қолын 3 рет ашып жамуын сұраймыз. Және білектен шынтаққа қарай қанды көк тамырға айдаймыз. Және қан көк тамырға толуы үшін бір рет ұрғылап жібереміз. Бірінші мақта шаригімен шынтақ аймағын жоғарыдан төмен қарай бір өңдеген жерді екінші рет өңдемей сүртіп шығамыз. Екінші мақта шаригімен инъекция жасайтын жерді сүртеміз. Ал үшінші мақта шаригін оң қолдың 4-ші және 5-ші саусағының арасына қысып ұстаймыз. Сол қолымызбен көк тамырды фиксациялап ұстап, ине қиығын жоғары қаратып 15 градуста көк тамырға енгіземіз. Тамырға енгеннен кейін параллельно жүргіземіз. Көк тамырға түскеннен кейін поршенді тартып көреміз. Канюлаға қан түскен жағдайда жгутымызды шешеміз.
жгутымызды шешкеннен кейін де поршенді тартып көреміз. Канюлаға қан түсіп тұр, демек ине көк тамырда тұр. Енді дәрілік затты енгіземіз. дәрілік затты жай ағыммен көк тамырға енгіземіз. Енді дәрілік ерітіндіні көк тамырға жай ағыммен енгіземіз. Оң қолымызда тұрған мақта шарығы мен иненің үстін басып, инені тез арада шығарып аламыз. Және науқасқа қолын бүгіп 3-5 минут отыруын сұраймыз. Қолданылған шприцті Б класының қатты қалдығына тастаймыз. Қолымызды жуып құрғатып аламыз. Науқасқа ыңғайлы қалып беріп, жағдайын тексеріп отырамыз. Осылай көк тамырға инъекция жіберу алгоритмімізді аяқтаймыз.